Assalamualaikum, ardaқты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым. Кеш жарық бүгін арнайы эфирге шығып, сіздерге сүйіншілі жаңалығымды жеткізіп, бар жаңалықтарымды сіздермен бөлісейін деп отырмын. Мен Ауыт Мұқибек. Өздеріңізге белгілі, осыдан біраз бұрын мен өзімнің 6 жыл қызмет істеп жатқан бұрынғы Нұр Отанке, қазіргі Аманат партиясынан кететінімді және партияның мүшелігінен шығатынымды хабарлап, жаңа бір бастамаларды бастаймын деп хабарлаған болатынмын. Алғашқы осындай лекцияларымның бірінде. Содан бері біраз уақыттар өтті. Құдай бұйырса, міне соның сәт сағаты келіп жетті. Біз шешім қабылдадық. Біз дегенде сол бір өзім бастаған бір санаулы 2-3 адам ақылдасып, өзіміздің бұдан былайғы не істейтініміз жөнінде бір тоқтамға келдік. Ол қандай тоқтам? Біз, яғни мен, Ауыт Мұқибек, осы ел жұртқа, алаш жұртына, оның ішінде ұлы көшкен мүдделі қауымға сүйене отырып, ұлы көштің болашақ тағдырын ескере отырып, жаңа саяси партия құруды бастадым. Ол партияның аты Қазақ арманы деп аталады. Біз Қазақ арманы деген ат қойып, осы партия құру жұмысына Құдай бұйырса бісмілла деп кірістік. 24 қазан менің Қазақстан Республикасына келгеніме тұп-тура 24 жыл толды. Өткен 24 қазанда. 1998 жылы 24 қазанда мен атажұрт Қазақстанға оралған болатынмын. Тұңғыш рет менің табаным қасиетті Қазақстанның топырағына тиген болатын. Содан бері зуылдап 24 жыл өте шықты. Осы 24 жылдың алғашқы 12 жылы Алматыда, әсем Алматыда, Алатаудың бөктерінде, қазақтың аса көрнекті ақыны Тұманбай Молдағалиевтің қасында өтті. Мен Тұманбай Молдағалиевті іздеп келген болатынмын. Кездесіп, аға бауыр болып, әкелі балалы адамдай болып, сол кісінің бір ауыз сөзін қия алмай, Ауытжан қасымда жүре берші деген бір ауыз сөзін қия алмай, 12 жыл жүрдім. Жай жүрген жоқпын, өмірді барладым, зерттедім. Қазақстан қоғамын, қазақ қоғамын өзімнің шамам жеткенше барлап бақтым. Тұманбай Молдағалиев менің әкемдей болып кеткен адам 11 жылы 10 қазанда дүниеден өтті. Бір жыл өткеннен кейін мен Астанаға қоныс аудардым. Одан кейінгі 12 жылым сіздердің көз алдыларыңызда осы көші-қон саясатымен айланысып келе жатырмын. Соңғы 12 жылда. Себебі өздеріңізге белгілі, талай рет айттым. 2007 жылы үкімет басына Кәрім Мәсім келгеннен бастап, ол қазақ көшіне қырғидай тиді. Енді бұл жөнінде мен бүгін қайталап жатпай-ақ қояйын. Бірақ қазақ көші болып көрмеген тоқырауға ұшырады. Қазір көріп жатсыздар. Жаңағы Кәрім Мәсімовтің, Құлыбаевтың жасаған кедергілері өз алдына, оның пандемия деген кіріп кетті, білесіздер. Сосын мынау Қытайдағы, Ресейдегі саяси жағдайларды, соғысты көріп жатсыздар. Осының бәрі қазақ көшінің бұрын соңды болып көрмеген тоқырауға ұшыратты. Ол аз десеңіз, біздің президентіміз, екінші президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы болып 19 жылы келді. Құдайға шүкір, ол кісіде сабақтастық сақтай отырып, елбасы бастаған біраз бастамаларды ары қарай жалғастыратынын айтқан болатын. Енді біз ойладық, Құдай бұйырса осы Қасым-Жомарт Кемелұлы қазақ көшінің екінші алтын дәуірін тудырады деп сенген болатынбыз. Бірақ өкінішке орай, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамалары, сөздері керемет болғанымен, атқарушы билік, өкімет сол сөздерді, сол нұсқауларды, немесе сол тапсырмаларды Қасым-Жомарт Тоқаев берген. Өз деңгейінде орындаған жоқ. Қаперіне де алған жоқ. Президенттің тапсырмасымен
өкмөттүн жасаган ісі от пен су сияқты бір-біріне отоспайтын дүние болып шықты. Осындай жағдайлар біздің тыншымызды алды. Өйткені біз жасыратын жоқ, шеттен келген қазақпыз. Біздің бір бүйрегіміз шетелде жатыр. Менің бір бүйрегім Ресейде жатыр. Бір бүйрегім Өзбекстанда жатыр. Қолқа жүрегім Қытайда жатыр. Қысқасы денемнің бір бөлшегі шетелде жатыр. Біз азаматпыз. Тәуелсіз Қазақстанға келдік, Құдайға тауба. Азат елдің ауасымен тыныстап жүрміз. Өзіміздің адал еңбегіміздің арқасында жанымызды бағып жүрміз. Қабілетіміздің арқасында, біліктілігіміздің арқасында әркім әр деңгейдегі жұмыстарды істеп жатыр. Сол қатарда менде Нұр Отан дейтін, кейін аманат болып өзгерген биліктің ең үлкен партиясының орталық аппаратында жұмыс істеп келе жатқан азаматпын. Рақат, маған рақат, үйіммен жұмыстың арасы 12 минуттық жол, жаяу жетіп барам. Айлығым да жақсы, премиям да жақсы. Бірақ мұнандай жағдай менің шын айтайын тыншымды алды. Өйткені шеттегі қазақтың ертең сұрауы болады. Бірінші Алланың алдында, тарихтың алдында, уақыттың алдында, ұрпақтардың алдында оның сұрауы болады. Қазақтар не бітірдіңдер? Деп менің жағамнан Қытайдан келген қазақтар ертең келіп алуы мүмкін. Алмаса менің болашақ ұрпағымның бетіне шыжғырып басуы мүмкін. Сенің әкең айғарап жүрді ма? Бізге бір кішкентай болса да қол ұшын беріп болыспады ғой деп менің арыма тиетін сөздер айтуы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Дәл осындай сөзді шеттен келген әр қазаққа шеттегі қазақтар айтады. Өйткені бірінші кезекте оларға болысатын біз. Олардың өйткені жағдайын біз жақсы білеміз. Әр қайсымыздың туысымыздың шетелдегі тартып жатқан азабын, тозағын күнде естіп біліп отырмыз. Сондықтан оларға біз көмектеспесек бірінші кезекте ешкім көмектеспейді. Мемлекеттің өзінің заңы бар, өзінің ұстанымы бар, дипломатия деген болады. Сондықтан мемлекет өз деңгейінде әрине көмектесуге міндетті. Ол көмектің ең үлкен жасалынып қойған, ол көші-қон саясаты. Көші-қон саясаты бар елімізде 31 жыл болып келе жатыр міне. Заң бар, атқарушы билік бар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің құрамында көші-қон комитет деген үлкен комитет бар. Ішкі істер министрлігінде көші-қон қызметі комитеті деген бар. Виза берумен, тіркеу жұмыстарымен, азаматтық беру жұмысымен айланысады. Сыртқы істер министрлігінде де департаменттер бар, мысалы. Департамент бар арнайы. Отандастар деген қор бар. Демек, көші-қон жай саясат емес. Мемлекеттің үлкен саясаты. Сол деңгейде мемлекет жұмыс жүргізеді. Бірақ мен сіздерге ашығын айтып қояйын, шеттен келетін қазақтың жауы көп екен. Өте сол Кәрім Мәсім, мынау Темір Құлыбаев дегендер қазаққа жаулар олар. Қазақтың жауы кәдімгі. Соның ішінде әлсіз, шеттен келген, сол байқұс шеттеген мынау қандас ағайындарға олар қырғидайды дейді. Бәлені жапты. Оның тағы бір себебі бар. Шеттен келетін қазақтар өте патриот. Олар мемлекеттік тілді біледі. Олардың мүддесіне тақала бастады. Олар іскер, олар жұмыскер. Сондықтан өзінің жеке басының мүдделерін ойлап, сол Құлыбаевтар, сол Мәсімовтер осы көшті тоқтатуға барын салды. Бірақ бізде оған бой бұра қойған жоқпыз. Шамамыз келгенше айқастық, бетін қайтардық, Құдайға тауба. Бізге Алла көмектесті. Міне, мұрттай ұшып, қазір түрмеде отыр. Шеттегі 6 миллион қазақтың тағдыры, оның қарғысы мен сілесі ешкімді де бейжай немесе оған қарсы шыққан адамдарды сау жібермейді. Мұртыңызды мұрттай ұшырды, мен соған сенемін. Сондықтан, құрметті ағайын, осындай нәрселердің бәрін ойлап келіп, соңғы кездегі бізге қазақ көшіне жасалып жатқан тағы да шабуылдарды байқадыңыздар. Қазір сол туралы айтам, әрбіріне тоқталып тұрып, осы партия құру туралы шешім қабылдады. Қазақ арманы деген партия. Жаңағы белгісін жасатып жатырмын, ұстабын жазып жатырмыз, ақылдасып, сіздермен келісе отырып толықтаймыз. Жариялағалы міне 2-3 күн болды. Әлеуметтік желіде
Абай кезеті сайты бірінші болып жазып шықты. Бүгін Дат газеті жазып шығыпты. Осы партияның құрылып жатқанын қуана жазып жатыр. Әлеуметтік желілерден құттықтаулар болып жатыр. Біздің азаматтарымыз өзінің қолдайтындарын білдіріп жатыр. Сондықтан жұмыс басталды. Енді біз осы әлеуметтік желіге ғана жаза салғамыз жоқ. Ата-бабаның салты бар, дәстүрі бар. Бір еркек қойды алып, ақсарбас қойды, қояндының мешітіне апарып, молданы шақырып, көп болмаса да 5-6 ниеттес ағаларымызды, інілерімізді қасымызға ертіп барып, біздің осы тәуелсіздіктің жолында шahit болған, мұсылмандығымыздың жолында құрбан болған қазақтың марғасқа ұлдарына, ата-бабаларымыздың, батыр ата-бабаларымыздың аруағына Құран оқыттық, құрбан шалдық. Міне сайлау келе жатыр, үлкен сайлау. Президентімізге ақ жол тіледік. Сөйтіп біз бастадық. Құдай бұйырса, оның да видео ролигі жасалып жатыр. Осы Үлгеш медиа каналына салатын боламыз жақын күндерде, бүгін ертең. Енді жаңа мен айтып жатырмын, көші-қон саясаты үлкен саясат деп. Бұған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев барынша көңіл бөліп келді. Көштің айтып келе жатырмыз, бір құлдыраған сәттері болды. Ол кісі де пенде, Құлыбаевтар ол кісінің де басын айландырып, жаңағы көшті тоқтатпақ болды. Біз араша түстік, хат жаздық. Ол кісі қайттан сол көшті тығырықтан шығарып, өз қалпына салып беріп кеткен адам. Ал енді Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев сол Назарбаев бастаған ұлы көшті жалғастыратын бірінші сұхбатында айтты. 2019 жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттің билігін өз қолына алғаннан кейін, тізгінін ұстағаннан кейін, еліміздің бас газеті Егемен Қазақстан мен Айқын газетіне қатарынан сұхбат берді. Сұхбаты қатарынан шықты. Дархан Қыдырәлі мен жаңағы Айқын газетінің сол кездегі бас редакторы, қазір сенатор Нұртөре Жүсіпбеков алған болатын. Сол сұхбатта мынандай сөз айтты. Шетелдегі қандастарымызды елге қайтару ісі ешқашан назардан тыс қалған емес. Дұрыс айтады. Қалмайды да. Дүние жүзінде қандастарымыздың басын туған жерде біріктіру біздің қасиетті парызымыз деді. Кейін 12 сәуірде осы сөзді батыс облыстарға барғанда қайталап твиттеріне жазды. Қасиетті парызымыз деді. Енді мен айтып келе жатырмын. Бұл ұлы сөз, бұл тарихи сөз. Көрдіңіз ба? Президенттің аузынан шыққан бұл сөз мүлтіксіз орындалу керек еді. Міне содан бері 3 жыл өтті. Көріп отырсыздар жағдайда. Түсінуге болады, пандемияның кесірі, саяси жағдайларды білеміз. Бірақ біздің еліміздегі көші-қон саясаты түзелудің орнына, оның жаңағы заңнамалары, тұжырымдамалары, бағдарламалары керісінше кетіп бара жатыр. Осы президенттің дүние жүзіндегі қандастарымыздың басын туған жерде қосылу, біріктіру біздің қасиетті парызымыз деген сөз тәуелсіз Қазақстан Республикасының немесе қазіргі жолға қойылып жатқан жаңа Қазақстанның көші-қон саясатының осы жаңағы алтын арқауы болу керек еді. Осы деңгейде жасалу керек еді. Бірақ жоқ, біздің атқарушы билік, үкімет, президенттің әкімшілігі, министрліктер ұмытып кетті бұл сөзді. Ұмытып кетті. Мүлде басқаша жүріп жатыр. Оған тағы да тоқталатын боламыз. Екінші сөзі президенттің. Үкімет көші-қон үрдісін басқару үшін пәрменді шаралар қабылдауы тиіс деді. 2019 жылы қыркүйек айының 2 күні кезекті жолдауында айтты президент. Ол кезде үкімет басында Асқар Мамин деген жігіт отырды. 2019 жылы айтты. Интернеттен іздеп тауып алыңыздар. Үкімет көші-қон үрдісін басқару үшін пәрменді шаралар қабылдауы тиіс деді. Асқар Мамин шара қабылдады ма? Айтыңыздаршы, Асқар Мамин осындай шара қабылдапты деп бірінші болып мен сүйіншілейтін еді бұл осыны. Жоқ, шөп басын сындырған жоқ. Шөп басын. Керісінше заңдар қабылданып жатқан кезде біз ұсынған ұсыныстардың бәрі қырқып президент аппараты екеуі бірігіп. Жоқ. Дым істемей кетті. Қанша жыл отырған өздеріңіз білесіздер, есептеп алыңыздар интернеттен қарап. Көші-қон саясаты қандастар мәселесінде Асқар Мамин дым істеген жоқ. Ал Асқар Мамин кетіп орнына Әлихан Смайылов келді.
не істейтін жөнінде қазір айтамыз, не істеген жөнінде Әлихан Смайыловтың. Сосын президенттің үшінші бір сөзі, мынау жаңағы ұлттық кеңестің мүше болып шығып кеткен, ұлттық кеңестің шығып кеткен емес, шығарылған, мен шығарылып тасталдым ғой енді. Сол ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында айтты, кезекті бір отырысында. 20-шы жылы 18-ші қараша күні айтты. 18-ші қараша күні айтты. Жоқ. Олай емес екен, кешіресіздер. 18-ші қараша күні президентіміз Твиттердегі парақшасына 2020 жылы президент болғаннан бір жылдан кейін 1991 жылы 18-ші қарашада Нұрсұлтан Назарбаев қабылдаған 711-ші қаулы туралы кәдімгі Твиттеріне сөз қалдырды. Онда не деді? Бүйтіп айтты. 1991 жылы 18-ші қарашада Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен шетелдегі қандастарымызды елге көшіру туралы Қазақ СССР-ның Советтік Социалистік Республикасының үкіметінің қаулысы қабылданды. Бұл қандастарымыздың тарихи отанына оралуына мүмкіндік берген маңызды құжат болды. 1991 жылдан бері Қазақстанға 1 миллионнан астам қазақ көшіп келді деп 2020 жылы 18-ші қараша күні Твиттердегі парақшасына жазды. Бұл деген сөз, құрметті үкімет, құрметті парламент, құрметті президент әкімшілігі, көші-қон деген ұлы саясат бар, біліп қойыңдар. Міне 18-ші қарашада оның тұңғыш қандастарды көшіріп алу туралы қаулы қабылданған деп соны мемлекеттің атқарушы билігінің есіне салғаны президенттің Твиттерге жазуы. Сол салды дүр-дүр етіп, жаңағы ақпарат құралдары жазып шықты, сол беті қалды. Төртінші президенттің көші-қон туралы сөзі. Бұл сөз айтылды 2021 жылы, өткен жылы 16-шы қарашада. Жаңағы сөз қайтып ораламыз. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің кезекті отырысында президент жаңағы Твиттеріне жазған 18-ші қарашадағы 711-ші қаулыға арнайы тоқталып, үкіметке тапсырма берді. Осы 18-ші қарашаны жаңағы атаулы күндердің тізбесіне енгізіңдер, сол туралы маған ұсыныс әкеліңдер. Бұның тарихи маңын ескеріп, мынау жігіттер айтып жатыр. Қоғам қайраткерлері Ауыт Мұқибек бастаған. Сондықтан мынау күнді осы ұлы көштің тарихи маңызын ескере отырып, мерекелердің тізбегіне енгізіп, 18-ші қарашаны ұлы көш күні деп атайық. Енді президент ұлы көш күні деп айтқан жоқ, бірақ ұлы көш деп айтқаннан кейін біз мерекенің атын ұлы көш деп бекітіп бердік өзімізше. Ұсындық сондай ұсыныспен деген болатын. Міне содан бері 21 жыл, 22 бір жылдан асты үкіметіміз атқарған жоқ. Мен өткенде де осыған арнайы тоқталдым. Атқарған жоқ. Президенттің осы тапсырмасы сол айтқан жерінде, айтылған жерінде қалды. Түсіндіңіз ба? Ештеңе болған жоқ. Ондатты, мұндатты, ит қуды, қоян қаштымен отыр. Көрдіңіз ба? Ұлы көштің тарихи маңызын президент ескеріп отыр, біліп отыр. Бұл мерекенің неге керек екенінде мен талай мәрте дәлелдеп айтып бердім. Әлихан Смайыловқа керек екенін, маған емес, бірінші кезекте үкіметке керек екенін. Жоқ қой, қиянаттан басқа жасаған ештеңе жоқ қой 15 жылдан бері. Сондықтан мынау мереке жасадық деп бір 500-лік қылып бір мақтанып қандастардың алдына барып айтсын деп ұсынған болатын, жасаған жоқ. 5-ші президенттің осы көші-қон туралы сөзі. Азаматтық алған қандастарымыз солтүстік өңірге көшсе, үкімет олардың үй кезегінің сақталуын қамтамасыз етуі керек. Бұл шара қандастарымыздың жұмыс күші тапшы аймақтарға көшіп баруына қосымша серпін береді, деді. Бұны қашан айтты? 2020 жылы қазан айының 22-ші күні бұл да ұлттық кеңестің кезекті бір отырысында айтты. Міне мен көшіріп алып сақтап қойғам. Ай күнімен 22-ші қазанда 20-шы жылы айтты. Мынау тұрғын үй қатынастар туралы заң бар. Тұрғын үй қатынастар туралы заң. Сол заңда осы мынау шеттен келген қандастарымызда қандас мәртебесімен, немесе бұрын оралман мәртебесімен тұрғын үйдің кезегіне тұруға мүмкіндігі бар болатын. Тұңғыш президенттің жасап берген. Сөйтіп кезегі келгенде баспана алатын. Кейін
қандас мәртебесі 1 жылға қысқарғандықтан ол азаматтық алып алғаннан кейін сол мәртебесі жойылып оларды кезектен шығарып тастады. Мен сол заңға өзгеріс енгіземіз деп енді талай айттым ғой. Бұны мен өткізе алмай қойған болатынмын. Соған президент хабардар болды. Президент жарайды енді бәріне болмаса да біз бере алмайтын шығармыз деген болу керек. Мынау үкімет айқындаған жаңағы 7 облысқа барғандардың кезегі сақталсын деп 20-шы жыл тапсырма берді. 20-шы жылы. Ал қазір қай жыл болды? 20-шы жылы қазан айының 22-сі. Бүгін 26-сы. Міне, топ-тура 2 жыл болды. Осы президенттің осы тапсырмасын бір сұраған адам жоқ пенде. Президент бір кезде өсіп тапсырма беріп еді деп президенттің әкімшілігі сұраған жоқ. Президент осылай тапсырма беріп еді ғой үкімет саған. Қайда әлгі деп бір депутат сұраған жоқ. Мына мен сұрадым. Мен сұрап хат жаздым. Президент әкімшілігі қайда осы президенттің тапсырмасы? Не болды десе, міне бүгін Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінен міне мынандай жауап келді. Не айтып, не қойғанын білмейді. Осылай болған дейді. Содан ол үкіметтің отырысында өстіп біз 21 жыл 26 қаңтарда мемлекет басшысы тұрғын үй қатынастарын дамытыңдар деп тапсырма берген болатын дейді. 20-шы қыркүйекте отбасы банкке тапсырған дей ма? Содан кейін осыған байланысты тұрғын үй саясатын реформалау мәселесі жөніндегі заң жобасында енгізілген қосымша заңнамалық түзетулер әзірленді. Онда барлық жаңашылдықтарды қосымша пысықтау және мүдделі мемлекеттік органмен келісу қажеттілігі туындады дейді. Сосын заң жобасы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне белгіленген тәртіпте қ үкіметінің 21 жылғы 31 желтоқсандағы номері 983 қаулысымен енгізілді дейді. Бұл ретте қаңтар оқиғасына байланысты сол тоқтап қапты. Тұсаукесері өтіпті 2022 жылы 10 наурызда дейді. Осы жұмыс тобына мен де кіргем, бірақ бір-екі отырыстан кейін мені шығарып тастады жаңағы. Өйткені кілең орыс тілділер екен. Мен соған қазақша сөйлеңдер, қазақ тілінде жүргізіңдер деп едім, соны жақпай қалды. Мынау халық партиясының депутаттары екен соны. Қошаровқа айтып жатырмын ғой, Қошекең, ең жоқ дегенде сол көші-қонның заңын бір қазақ тілді депутаттарға берсең, жаны ашымас қой. Жаны ашымайды, Қошекеңнің де жаны ашымайды, Әшекең де жаны ашымайды. Міне соларға беріп тулақ қылды. Сонымен ол заң тоқтап қапты әлі. Сол андатты, мындатты, жаңағы айтқандай ит қуды, қоян қашты. Президенттің сол тапсырмасы сол парламенттің қоржынында жатыр екен еді, қысқартып айтқанда оны. Арған шұбатып қайтейін. Көрдіңіз ба? Президенттің осында берген тапсырмасы орындалған жоқ. Үкіметіңіз әлі орындаған жоқ. Президент айтып сол жаңағы 2020 жылы қазан айының 22-сі күні берді ма? Сол қазан айы болмаса да аржағындағы бір қараша мен желтоқсан айларының біреуінде сол заңды әкеп тарс еткізіп парламентте бір күнде бекіте салуға болады ғой президенттің тапсырмасы. Оны немене қарайтының бар? Солтүстік облыстарға барғанның пәтер кезегі сақталсын азаматтық алғаннан кейін де қандастарымыздың дегенге. Соған соншалық бір қаншалық қиын нәрсе. Өкіметпен ырғалып, жырғалып жүретін әңгіме ме сол мысалы? Президент тапсырды, заң болу керек қой. Түсіндіңіз ба? Міне көші-қонға келгенде біздің үкімет осындай болып тұр. Дәл осылай болып тұр. Айтады ғой жаңағы ақын сараның айтысында келгенде жиен құлға шықпайды үнім деп. Біздің парламентте, біздің өкіметте, біздің президент әкімшілігі де көші-қонға келгенде сол жаңағы бейшара сара сияқты келгенде жиен құлға үні шықпай қалатын. Осылай болып тұр міне. Жігіттігі жоқ болып тұр ғой шынын айтқанда. Енді президентіміздің көші-қон туралы 6-шы сөзіне құлақ салыңыздар. 6-шы рет тоқталған болатын. Онда не дейді? Біз қандастарымыздың барлық салада, оның ішінде мемлекеттік қызметте жұмыс істегенін қалаймыз. Олар жаңа Қазақстанды құруға өз үлесін қосады деп сенемін дейді. Бұны осы жақында болғанда да міне шілде айының 14-інде 2022 жылы айтты. Көрдіңіз ба? Құрметті ағайын, ұлы көш басталғалы 31 жыл болды. Тәуелсіздік алғанымызға 31 жыл болды. Міне, тойлайық деп жатырмыз, жаңа жыл келе жатыр. 31 жылда бір депутат болған жоқ қой мәжілісте. Өкіметте бір шеттен келген қазақ болды ма? Оны қой партиялардың құрамында, саяси бюросында бар ма? Жоқ. Ауыл партиясы Дәулеткерейді былтыр ойбай деп
дуылдатып жақында жиналысына да шақырған жоқ. Лақтырып тастады. Сайлауға түсіп еді, ол лақтырылып қалды, өтпей қалды мысалы. Айтыңыздаршы. Бірен саран бар шығар, мен жоқ деп айтпаймын. Бір ықпалды тұлғалар осы жерде. Президенттің бір кеңесшісі мысалы, осы шеттен келген ағайындар болса, осы дүниенің бәрін қадағалап президенттің назарына салып отыратын еді ғой. Күнде болмаса да жылына бір-екі рет кіріп, соны айтып тұратын еді ғой. Жоқ міне, соның кесіріне міне, енді ол президент оның бәрін қарап отырмайды ғой мысалы. Осыны қадағалайтын президенттің әкімшілігін міне біреуді орындалған жоқ. Біреуді орындалған жоқ. Көрдіңіз ба? Осыдан кейін сіздің қайтып көші-қон саясатыңыз дамиды. Қандастарымыз қайтып Қазақстанға оралады. Ойлаңызшы, бұл трагедия бұл деген мүмкін. Осындай мәселелер бізді кәдімгі Ауыт Мұқибекті осындай партия құруға мәжбүрлеп отыр. Енді қараңыз. Жарайды, президенттің кеңесшісі болмай-ақ қойсын. Апармасын о жерге. Біз енді жаңағы үш әріп бар таңбамыз, қақыр, мақыр, өзбек, Ресей деген сияқты бәле бар екен паспортымызда. Президенттің кеңесшілігіне біз болмайды екен, жарайды. Қауіпті шығарымыз мүмкін. Өкіметтің бір кеңесшісі болуға болады ғой. Әлихан Смайылов пен жаңағы Асқар Маминнің сөйерде бір қақтап отыратын біреу болу керек қой мысалы. Құрметті үкімет басы, президентіміз сізге мынандай тапсырма берген. Мынау қалып бара жатыр. 1 миллион астам қазақ бар. Оларды ашындырмайық. Қаперіңізге салып қояйын деп айтатын бір пенде жоқ қой сөйерде. Білдіңіз ба? Мен осыған өкінемін, осыған таңғаламын. Не сонда біз жауымыз ба? Біз де қазақпыз. Айтатын әңгіме көп бұл жерде. Енді қараңыз, президенттің 7-ші сөзі. Осы жақында ғана қыркүйектің 1 күні айтылды. Қандастарымыздың көшіп келуіне және ішкі миграцияға қатысты саясат түбегейлі өзгереді деді. Бұл орайда демографиялық және экономикалық үрдістерді ескеру керек. Сондай-ақ жалпы ұлттық мүддені басшылыққа алу өте маңызды деді. Осы қыркүйектің 1-інде айтты. Қыркүйектің 5 күні жаңағы үкіметтің дайындаған президент әкімшілігімен келісіп отырып, жаңағы көші-қон саясатының 23 жылдан 27 жылға дейінгі 5 жылдық жаңа тұжырымдамасы жарияланды. Енді бұны бәріңіз жатқа білесіздер деп ойлаймын, мені тыңдап жүрген азаматтар. 5 жылсыз азаматтық бермейтін, заңға апарып соқтыратын жаңағы тұжырымдаманы жариялап, айғай шу болды. Міне бүгін мыңқылдап 1 жыл деп бірдеңкесілер ноттап отыр жаңағы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Ойлаңызшы, қалай керемет сөз, тарихи сөз, президент айтады. Бұл орайда дейді, демографиялық және экономикалық үрдістерді ескеру керек дейді. Мемлекеттің демографиясы, жан саны деген сөз. Жан саны, мен қазір айтам, жан саны қандай дәрежеде, қандай деңгейде екен. Қазақстанның жан санының қандай деңгейде екен. Әлі 20 миллионға тола алмай жатсыз. Ұлан байтақ жерің мынау жатқан. Бос жатқан жер жау шақырады дейді. Ал енді соны келетін үлкен бір арнасы мынау шеттен келетін қазақтар еді. Шыр-шыр етеміз. Мынау қазақтар келсін жоқ дегенде мынау жаңағы өкімет айқындаған өңірлеріңді толтырайық солармен, дұрыстап бірдеңе жасашы деп шыр-шыр етеміз. Жоқ, ол көшті тоқтатып әлі олар. Соның азаматтық беруі бір 3 айдың ішінде азаматтық беретін бір норма қабылданып қалған екен. Құдайыңда мен айғайлап жіберен қабылдатқанбыз сонда. Сол көздеріне сүйелдей қаталып жатыр сол. Неге бұлар 3 айдың ішінде алады деп? Бұлар 5 жыл тұру керек бұл жерде. Бұлар енді 1 жыл тұру керек деген дақырын ыңғырлатып шығарып жатыр, шертіп жатыр. Көрдіңіз ба? Одан не? Көз ұлы бар бірдеңкенің. Алсын 3 айдың ішінде. 3 ай емес, 2 айдың ішінде алсын. 2 ай емес, 1 айдың ішінде беріңіз. Керек болса шетелдегі қандастарды, Қазақстанның консулдықтарынан алсын. Міне, Ресейдің этникалық орыстар Қазақстанда тұратын. Осы елшіліктен бараттағы Ресейдің Қазақстандағы, Ресей азаматтығын алып алаттағы Қазақстанның паспортын мәдейді. Анау Израильда сөйтеді, шетелден барып алып кетеді қандастарын, елшіліктер арқылы. Соны неге біз жасамаймыз сонда? Кім қолыңды байлап тұр сенің? Өзіңнің қандасыңнан өзің жиркеніп тұрсың. Көрдіңіз ба? Осындай бола ма мемлекет деген? Біз қайтып әділетті Қазақстан құрамыз. Ол шетте қазақтар 20-шы ғасырда тенеп, жер шарына шашырап кетсе, 21-шы ғасырда қайтадан бірігу процесі басталды. Тәуелсіздік оларды біріктіріп жатыр.
Бұл тарихи әділеттілік. Жаңа біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтып жатқан әділеттілік деген осы. Әділетті Қазақстан деген осы. Шашырап жер шарына тозып кеткен қандастарды әкеп басын қоссаң, бұл тарихи әділеттілік болады. Құдайдың алдындағы сіздің парызыңыз өтіледі. Ана президент қасиетті парыз деген сөзді босқа айтып отырған жоқ. Біздің мынау миына қақпайтындар соны білмейді, түсінбейді. Парыз дегеннің не екенін білмейді. Білдіңіз ба? Біздің өкіметіміз білмейді екен. Асқар Маминнің қақпайды екен. Әлихан Смайыловың қақпайды екен. Парыз деген ол қарыз деп ойлап жүрген шығар. Мен сізге айтайын. Мына жерде отырған мынау министрліктегі жігіттер. Мен айтамын, сендер ойласаңдар. Парыз деген президент бекер айтып отырған жоқ қой. Жоқ, қақпайды екен. Көрдіңіз ба? Енді мына сөзге, екі сөзге тоқталайық. Экономикалық дейді. Оны енді экономистер айтсын. Қазақстанның экономикасы жаман емес қой, Құдайға шүкір. Орта Азиядағы көшбасшы мемлекетпіз ғой. Ақша деген Құдай самасын жетеді Қазақстанда. Байлық деген бар. Міне, ұлттық қор деген бар. Шетелге алып кеткен ақшалардың бәрін қайтарамыз деп жатырмыз. Миллиардтарды құстырып жатырмыз жаңағы. Қолға өтіп кеткен жаңағы активтердің бәрін мемлекетке алып жатырмыз. Кен байлықтардың бәрін. Соның бір 5-10% осы көші-қонға арнасаңыз, біздің экономикалық жағдайымыз, мен сізге айтайын, шеттен келген қазақтарды көтеріп әкеледі деп мен сенемін соған. Сен тіпті ақша бермей-ақ қойыңыз. Маған айтыпты ғой жаңағы еңбек министрлігі. Басқа облыстарға келгендерге ештеңке бермейміз. Бермей-ақ қой. Бірақ азаматтық алатын құқығын шектеме. Таңдау құқығын шектеме, қонысын таңдайтын. Алсын. Ал солтүстігіне апаруға мынандай бағдарлама жасауға болады. Мемлекеттік экономикасы жетті. Енді президент айтады, біз көші-қон саясатының дейді, саясатын жасаған кезде, немесе оны реформалаған кезде демографиялық жағдайды ескеруіміз керек депті. Демографиялық жағдайда. Мен сізге айтайын, президенттің 2020 жылғы жолдауында мынандай сөз бар. Тыңдаңыздар. Біріккен ұлттар ұйымының еліміздегі халық санының өсіміне қатысты болжамы орталық Азиядағы көршілес мемлекеттермен салыстырғанда көңіл көншітпейді деген болатын. Қазақстанның демографиялық жағдайына, яғни халық санының аздығына, біздің Асқар Маминнің, немесе Әлихан Смайыловтың, немесе президент әкімшілігіндегі отырған әкелер мен көкелердің жанашпайды. Ана біріккен ұлттар ұйымы алаңдап жатыр. Кәдімгі Қасым-Жомарт Тоқаев хатшысының орынбасары болып келген, оның, бұның, былайша айтқанда біріккен ұлттар ұйымы алаңдап отыр сізге. Қазақ, саның анау сенің деп. Ана жерің мынау деп біріккен ұлттар ұйымы алаңдап отыр. Ал біздің өкімет осы халыққа толтырайық, жас санын көбейтеді ғой, енді келгеннен табиғи түрде көбейеді ғой. От соған қарсы болып, соны қайсам соны тоқтата қоямын, қай жерінен ілік іздеп табам деп, осы күндіз-түн ұйықтамай тырмысып жатыр. Енді қараңыз. Орталық Азия мемлекеттері деп той біріккен ұлттар ұйымы жаңағы өзінің болжамында 91 жылдан бері қарай Қазақстанның халық саны 12,1% ғана өскен. Міне 91 жылға, мынау 20 жылғы мәлімет. 91 жылдан бері сонда 12,1% ғана өсіпті. Ал Орта Азияның басқа мемлекеттерін қараңыз. Өзбекстан 67,1% өсіпті. 33 миллион 254 мың адамға жетіпті. Тәжіктер 78%-ға өсіпті. 78,6%-ға. Қырғыз ағайындар мына тұрған 43,1%-ға. Әзербайжан халқы 42,4%-ға өсіпті. Түркмендер, мына Түркменстан жақында келіп кетті ғой президенті, баласы. Бұрынғы президенттің баласы Сардар Бердімұхамедов. Соның мемлекеті 65,6%-ға өсіпті. Жақында ақпараттан оқыдым, Қырғызстанда 7 миллионыншы бала дүниеге келіпті. Соған қуанып Садыр Жапаров сол баланың шешесіне телефон соғып, туытханада жатқан шешесіне телефон соғып, жағдайын сұрап, подаркасын беріп, бүкіл Қырғызстаннан, бүкіл дүние жүзінен Қырғыз 7 миллион болды деп Қырғыз Республикасының қазіргі президенті Садыр Жапаров шүйінші сұрады. Ал біздің халық санағымен есептесіп жатқан мен пенде көрген жоқ. Міне президент өзі айтты. Ал енді біз осы үшін жұмыс істейік десек, ілгері бастырмай, жаңағы қайсы шеттен келетін қазақтың көшін тоқтатамыз деп
Біздің өкімет осындай кереғар жұмыс істеп жатыр. Осындай жағдайлардың бәрі айландырып әкеліп бізге осы партия құруға мәжбүрледі. Әйтпесе мен не істеймін партия құрып, маған не керегі бар? Депутат болу деген ол арман емес маған. Мақсат, әйтеуір депутат болып осы мәселелерді сөйерден бір шешіп қалсам деп. Бірақ депутат болмай-ақ та біраз нәрсені шешіп жүрдім ғой. Қазыбек Исан қашады ғой осы неменен. Жаңбыршиннің қашады ғой менен мысалы. Көші-қонның мәселесіне келгенде, Ерлан Сайырмен қашатын болды ғой мәселен осында. Айтшы, солар істемеген жұмысты мен депутат болмай-ақ жүріп істеп тастаған баяғыдан бері. Білесіздер өздеріңіз. Қаншама заңға, қаншама өзгерістер енгізіп тастағанымызды. Депутат болмай-ақ. Қолында мандаты бар депутатың отыр. Келгенде Жиенқұлға, көші-қонға шықпайды деген сияқты. Көрдіңіздер ме ағайындар? Сондықтан біз президентіміздің осы айтқан 7 сөзін өз деңгейінде іске асыру үшін біз өзіміз көмектесейік. Шеттен келген ағайындар, сіздерді негізде отырып, мен Қазақ Арман деген партия құруды шештім. Партия құруды. Қазақ Арманы партиясы естеріңізде болсын, қандастардың партиясы емес. Ол Қазақстан Республикасының қазақтың партиясы. Қазақ нені армандайды? Шеттегі қазақ пен жергілікті қазақтар бір-бірімізбен қосылсақ деп армандайды екен. Бәрі қолдап жатыр менің осы ұсынысымды. Алыста ағайындарымыз қалмас екен, шет жұртта қалмас екен, келсе екен дейді. Осы арманын орындауымыз. Не қазақтың арманы? Грузин арман деген партия бар, айттым. Қытай арман деп жатыр, орыс әлемі деп жатыр. Неге қазақ жақсы нәрсені армандамайды? Армандайды. Сондықтан біз қазақтың арманын жүзеге асыруымыз керек. Ал енді қызы партия құрамыз деп жарияладық. Партия құратын адам деген енді болу керек қой. Міне 7 партия бар әзір жұмыс істеп жатқан. Ол партиялар деген енді рақат партиялар. Мысалы, мен жұмыс істеген Нұр Отан, қазіргі Аманат партиясындай партия ол дүние жүзінде сирек кездеседі. Ондай ресурсы мықты партия жоқ. Ойбой, әр облыста, әр ауданда ғимараттар бар, қаншалаған кадры бар, айлық алады, Құдайға шүкір, жұмыс істейді. Түкірігі түйме алтын, қақырғы қайма алтын партия ол партия. Ақ жолда солай. Офисі бар, депутаттар отырыс қырып, Азат Перуашев бастап, Қазыбек қостап. Халық партиясы да сол, Құдай самасын, әзір келді, Ермұхамед Ертісбаев деген, өзінше біздің қандастар тартып жатыр екен. Мүшелік, ол туралы кейін айтамыз. Қай партияны айтайын? Бәрінің мүкәммалы түгел. Жигулиді, Айрабаев деген дүрілдетіп жатыр, көргіретіп, президент болам деп, ауыл партиясынан. Біз енді партия құрамыз деп бастадық. Мен ғана емес, біраз жігіттер бар. Партия құрайық деп бастадық. Азаматқан Әміртай деген жігіт партияның съезін ашып үлгерді, Құдайға шүкір. Мұхтар Тайжан бастап жатыр екен. Мұхтар Тайжан да жағдайы жаман емес, ол да кәсіпкер жігіт, Қазақстанның тумасы, кәсіпкер жігіт мен білем. Өткенде де айтып отырды. Тағы кімдер енді айта берейік. Болат Әбілов дейді, о олигарх емеспін деп жарайды енді. Миллиардер біздің атақты Қазақтан шыққан алғашқы бай жігіттердің біреуі. Өзі-ақ көтеріп кетеді партияны. Ал Ауыт Мұқибек несімен партия ашады? Офис жоқ, ақша жоқ, көлік жоқ, ештеңе жоқ. Бірақ ашамыз деп біз жарияладық. Бірақ бір нәрсе бар. Ол не? Қажеттілік бар. Көрдіңіздер ғой? Мынаның бәрін біз орындап бермесек, құрметті ағайындар, ешкім орындап бермейді екен. Өкімет орындамай жатыр президенттің сөзін. Сондықтан бізде қажеттілік бар. Сосын не бар? Құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым, шетте жатқан 6 миллион қазақтың, қарға тамырлы қазақтың тамыры, осы жақтағы атбайлары, құрметті қандастар, сіздер барсыздар. Ойлап қаныңыздар. Шеттегі қандастар сол беті өстіп ақырен біздің жақтағы тойымызды тойлап, үрі-бұрттап, ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда, тәуелсіз Қазақстанда жүре береді екенбіз деп ойлап қалмаңыздар. Ертең оның сұрағы бар. Шеттегі қазақтың сұрағы бар. Құдайдың алдында сұрағы бар. Жаңа басында айттым осы сөзімнің. Сосын болашақ ұрпақтың алдында оның сұрағы бар. Ертең олар бізден жауап алады. Сондықтан бұған ешкім, шеттен келген қазақтар бірінші кезекте
беже қарауға болмайды. Ойын күлкіні қою керек, сергу керек. Жарайды. Бізден де қателіктер кетер. Кім партия құрып көрді ғой дейсің. Жоқ, мемлекетті де құрып шықты бізде. Осы халықпен құрды Назарбаев. Осы халықпен Тоқаев жаңа Қазақстан құрам деп жатыр. А не бопты бізге? Осы халықпен бізде партия құрамыз. Әзір заң бойынша 20 мың адам, алғашқы 1000 адамдың тізімдігін жасап, 10 адам бастамашы топ болып, әділет министрлігіне өтініш беруіміз керек екен. Егер өтінішті қабылдап жатса, ары қарай 20 мың адам дайындап отыруымыз керек. Мүмкін президент сайлау өткеннен кейін заңдарға өзгеріс енгізіп, президенттің тапсырмасы бойынша 5 мыңға түсуі мүмкін. 5 мың болса тіпті жақсы. Біз соның бәріне дайын тұруымыз керек. Құдай бұйырса, мен сол әділет министрлігімен сөйлесіп, соның қағаздарын алып, атқа міндік облыстарды аралаймыз. Кәдімгі байқап отырған шығарсыздар, Лениннің партиясы сияқты болып тұрды. Дым жоқ. Кедейлердің партиясы болды ғой баяғыда. Бірақ мен өйтіп онымен салыстыра алмаймын. Құдайға тауба, тәуелсіз Қазақстанға келген қандастарымыздың жағдайы өте жақсы. Әрқайсының жағдайы жақсы, мен соны білемін. Сондықтан әрбір қазақ ай сайын, әрбір отбасының бір мүшесі 5000 теңгеден біздің қорға лақтырып тұрса ай сайын, бір жылда 60 000 теңге. Партия аяғынан тұрып, тіркеуге тұрып кеткенше, осылай көмектесіп тұрса, біз дүниенің жұмысын тындырғалы отырамыз. Құдай сақтасын, Құдай кесірінен сақтасын. Мен осы жерде басын ашып айта кетейін, партия президенттің саясатын қолдайтын партия болады, қазақ арманы. Егер қаламай жоқ, мен ол президенттің осы саясатын қолдамаймын десеңіздер, құрметті ағайын, бара беріңіздер. Қалаған оппозициялық партияға барып, арманыңызды, мұратыңызды жүзеге асырыңыз. Мен сізге ақ жол тілеймін. Ақ жол тілеймін. Сондықтан, құрметті ағайын, бұл жерде ешкімге міндетсу жоқ, ешкімге зорлау жоқ. Өзіңіздің қалауыңызбен шеттегі қандастарыңызға жаныңыз ашса, келіңіз. Келіңіз, біздің есігіміз сізге ашық. Қазір бір 4-5 адаммен бастадық. Бүгін бір жігіт келді міне. Қасиет деген жігіт, Зұлқарнайын деген. Әңгімелестік. Осы менің сөзімді ол да айтып отыр. Аға көмектесейік. Мені жігіттер жіберді деп. Қуанып қалдық кәдімгідей. Енді бастап жатырмыз ғой. Қолдау бар, Құдайға шүкір. Мен соған сеніп отырмын сіздерге. Бүгінгі әңгіменің бір парасы осы, ардақты ағайын. Сондықтан мынау ақша жүрген жердің бәрі бәлекет болады, білесіздер. Мен дүниеге қызыққан адам емеспін, дүниеге қызықсам бұндай қадамдарға бармайды дедім. Айлығымды тастап, жұмысымды тастап бұған бұндай қадамға бармайды дедім, отыра береді дедім. Жасым 50-ден асқанда. Мәселе ол емес, мәселе жаңағы жігіттік парызымызды өтейік, азаматтық парызымызды халқымыздың алдында өтейік, мемлекетіміздің алдында өтейік, президентіміздің бір жағынан шығысайық деп осы қадамға барып отырмын. Сол үшін Алматыда ақылдасып жігіттермен, қолдайтын жігіттермен ақылдасып отырып, Ұлы көшке көмек деген қор құрдық. Есебін аштырып қойдық Каспий голдтан. Каспий голдтың сілтемесін жіберем, басып кеп қалсаңыз, Ұлы көшке көмек деп шыға келеді. Қалаған ақшаңызды аударып жерге болады. Сөйтіп көмектесесіздер. Ал сіздің ақшаңыздың есебін банкке түскеннен кейін ешқайда қашып құтылмайды. Мен одан алған әр тиыныма жауап беремін. Әр тиыныма мысалы. Ол қор осы президенттің бастамаларын қолдау мақсатында құрылған. Сол бастамалардың біреуі міне осы партия, президентті қолдайтын. Президент болғанда президенттің саясатын қолдайтын партия. Естеріңізге тағы сақ қояйын. Өткенде біреулер маған айтып жатыр, ой, сен Тоқаевты мақтап, сен партия құрам деп жатсың деген сияқты. Құрметті ағайындар, мақтау менен қолдау екі басқа ұғым, екі басқа дүние, шатастырмаңыздар. Шатастырмаңыздар. Мақтау, Тоқаев менің мақтауыма зәру емес. Менен де басқа мақтайтындар жетеді. Ол мақтанатын жігіт. Біз мақтанатын жігіт. 5 тіл біледі. Әлемдегі үлкен саясаткер, үлкен мемлекеттің президенті болып отыр. Сондықтан ол кісі менің мақтауыма зәру емес. Бірақ біз өзіміздің, мен айтып жатырмын ғой, Ұлы көшке мүдделі қауым деп, өзіміздің мүддемізді осы мемлекеттік саясаттың деңгейінде президенттің айтқан берген тапсырмаларының, нұсқауларының деңгейінде атқарту үшін біз жұмыс істейміз. Қолдау деген осы. Құрметті ағайын.
Сондықтан ең сөзімнің түйіні, келіңіздер Қазақ Арманы партиясына, қолдаңыздар, сіз боп, біз боп бір партия құрайық, ең кемінде бір негізін қалайық. Құдай амандығын берсе, 10 жылдық саяси өміріміз бар. Соның алғашқы 5-6 жылдығында осы партияның іргетасын қалайық деген байламға келдік. Өйткені қандастарымыздың да саяси белсенділігі жоғары, Құдайға шүкір, мен сенемін. Сондықтан енді саяси мәдениет қалыптастыруымыз керек. Бізде партия құралатынымызды көрсетуіміз керек. Ел екенімізді, жұрт екенімізді білдіруіміз керек. Жаңағы тас жүрек өкіметке, жаңағы жүрек тас боп, беріш боп қатып қалған өкімет бар ғой, жаңағы көші-қонға қарсы боп, қазаққа қарсы боп отырғандарға кім екенімізді танытатын уақыт жетті. Айналайын ағайындар, бұл бір мемлекетті басып алып әйтпесе неден шал кет, анау мынау деген бізде болмайды. Айғай шу деген бізде болмайды. Бәрі заңды болады. Заңның аясында мәдениетпен, көз алдарында 12 жылым өте шықты ғой, қанша нәрсені шешкенімді өзім-ақ шешіп келген болатынмын. Шын айтайын, күшім жетпей қалды қазір. Қазір тас жүректер келді өкіметте. Көріп отырсыз ғой, мен әр сөзімді фактімен дәлелдеп беремін. Бос сөз болмайды. Сондықтан ағайындар, енді бір өтінішім сіздерге, бір өтінішім. Осы мәселені көп талқылап кетпейік. Осы партия құруды талқылап отырсақ, оған бір ай, 2 ай кетіп қалады. Іске кірісейік. Атайтыныңды ата, бізге ұйымдас, топтарымыз көп қой. Қазақ Арманы 1, Қазақ Арманы 2, Қазақ Арманы 3 деп әрбір өңірдегі, әрбір облыстағы ағайындар жаңағы WhatsApp-тан топтарды құрыңыздардағы, сол халықты дайындап отырыңыздар. Мен кездескелі барған кезде соны әр жерден өздеріңіз шығыңыздардағы белсенді азаматтар, менімен байланыс жасаңыздар, менің телефонымды кез келген уақытта тауып аласыздар. Байланыс жасаңыздардағы сол чаттарға халық өздеріңіз ақылдасып отырыңыздар. Мейлі 10 адам бола ма, 100 адам бола ма, 500 адам бола ма, 1000 адам бола ма, кездесеміз, мен көп құртпаймын. Ол кезде негізгі әңгімелерді айтамыз, қол жиямыз. Тағы да партияның бағыт бағдарларын түсіндіремін, сұрақтарыңызға жауап беремін. Сонымен бір-бірімізден тіл табысып, бір-бірімізбен бет көрісіп, осы олы мақсатты орындауға бір жұдырық болып жұмыламыз, Құдай бұйырса. Мен сенімдімін. Елге қазақта керемет сөз бар ғой. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады дейді. Мен сіздердің қолдауларыңыздың арқасында сол мәселелерді шешкен болатын бұрында. Қазір де солай болатынына бек сенімдімін. Сондықтан ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, мен бұдан кейінгі сөздерімді қысқарақ сөйлеуге тырысам. Бүгін егжей-тегжейлі сөйлеп, ішімдегі бір көкірегіме жиналып қалған ойларымды сіздермен кеңірек отырып бөліскім кеп, кішкене ұзаққа сермеп жатырмын, айыпқа бұйырмаңыздар. Ұлы көш туралы әңгіме бұл эпопея, бұл таусылмайтын жыр. Мемлекет, қазақ пен мемлекет. Қазақ аман болса, осы мемлекеттегі, қазақ мықты болса, қазақ күшті болса, қазақ бай болса, осы мемлекет әлемдегі ұлы мемлекеттердің қатарына қосылады. Мен айтайын дегенім осы, ардақты ағайын, бүгінгі. Сондықтан партия Ауыт Мұқибектікі емес, партия сіздердікі, ұлы көшке мүдделі қауым. Қазақ Арманы партияларыңыз құтты болсын. Мен сіздерден сүйіністіріп отырмын. Сіздерді осы партияны құрамыз деп жариялаған жаңағы бастамамызбен құттықтайын деп отырмын. Ұзағынан сүйіндірсін. Қолдаңыздар, бірге болыңыздар. Қағыс қалмаңыздар. Алла жақсы күндерде кездесуді нәсіп етсін. Құрметпен, Ауыт Мұқибек, қазан айының 26-сы 2022 жыл. Жақсы күндерде кездесейік ағайын.